Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Шаян жұлдыз белгісінде туған жандар үшін шілде айы қандай болады екен? Жалпы шілде айының энергиясы, финансы және қаражат мәселесі, қарым-қатынас, қандай бәлкім қателіктердің алдын алуға болады екен? Және де ең соңында бұл өте сіздерге ұнайтын бұл кеңес картасы. Қандай кеңес береді сіздер үшін карта? Кеттік. Шаян жұлдыз белгісінде туған жандар. Шілде айының жалпы энергиясы қандай болады екен? Жалпы энергия. Шаяндар, керемет. Жаңа бастама. Бір риск. Бұрыннан бері бәлкім батылдығыңыз жетпей жүрген дүниені іске асырасыз. Бұл әрекет картасы. Әрекетте боласыздар. Ұмтылу. Кереметтей бір жастық шақтың энергиясы. Жаңа бастама, жаңа істер, бұрын болмай жатқан энергия міне келді деген сөз. Керемет энергияда боласыздар. Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі. Жұмыс және қаржы мәселесі қалай болады екен? Шаяндар. Қараңдар, қайтадан осы карта түсіп тұр. Бизнес бастайын десеңіздер, бастаңыз. Бірдеме рисковать етіп сатып алайын десеңіздер, сатып алыңыз. Бір сізге ұсыныстар болса, жасаңыз. Жасау, ұмтылу, әрекет, керемет. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас. Қарым-қатынас жағынан шілде айы қандай болады екен? Қарым-қатынас жағынан күту, ойлану, әлде де көрейін деген. Мысал үшін сіздер кездесіп жүрген, мысал үшін екі жас адам болсаңыздар, бозбаламен бойжеткен, дружить етіп жүрген, кездесіп жүрген, жігіт пен қыз болсаңыз, онда демек сіздер бәлкім бір-бірлеріңізге уақыт беріп ойланайық, көрейік, бір-бірімізге уақыт берейік. Бір қиындықтар болса, сол қиындықтарды өту үшін бір-бірлеріңізге бір уақыт беру. Ешқандай конфликт ештеңке жоқ. Бір қалыпты көреміз, күтеміз, әлде де қарайын деген мағына. Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Кедергілер. Кедергілер. Кедергі көріп тұрған жоқпын, шаяндар. Колесо фортуны. Сәттілік сізбен. Сәттілік. Бірақ сол сәттіліктің сәтті уақытын жіберіп алмаңыз. Сәттілік сізбен. Бірақ сол сәттілікті дұрыс пайдаланыңыз. Түсіндіңіз бе? Кейбіреулер болады ғой, мысал үшін мүмкіншілік бар, бірақ әрекет жасамайды. Осы айда шаяндар сіздер үшін сәттілік сізбен бірге. Бірақ қорықпай, қадам, әрекет жасау керек. Даму бағыты. Даму үшін не істеу керек? Өсу үшін, не істеу керек? Даму үшін, өсу үшін шаяндар не істеу керек? Даму үшін, өсу үшін біріншіден махаббатпен жасау керек.
жасап отырған ісімізді сүйіп, беріліп, тиянақты махаббатпен жасау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, өсу үшін, даму үшін сіздерге міндетті түрде басқа адамдармен серіктестікте жұмыс жасай білу керек. Егер сіз бір саудада, не болмаса бір услуга дейміз ғой, сондай бағытта, сондай бизнесте жұмыс жасасаңыз, онда демек біріншіден қасыңыздағы ұжымдағы адамдармен қарым-қатынастарыңыз өте жақсы болу керек. Екіншіден, клиент дейміз ғой, клиенттермен сіздің қарым-қатынастарыңыз жақсы болу керек. Махаббатпен, мейірімділікпен, шынайылықпен қарау керек. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Жалпы шілде айына қандай кеңес береді карта? Шаяндар, мұңаймаңыз, страдать ету бар ғой кейбір кезде. Бір түкке тұрмайтын бір ойды басыңызға алып, бір страдать етіп, ой, менде осындай проблема жоқ. Бүйтіп жасауға болмайды. Өз-өзіңізге ондай дүниені тілемеңіз. Бәрі жақсы ғой. Сәттілік бар, әрекет бар, жаңа бастама бар. Тек алға. Алға, шаяндар. Тек алға. Сонымен шаяндар, бұл сіздер үшін шілде айына болжам. Подписаться басамыз, поделиться басамыз, комментарий жазамыз. Тағда қандай жұлдыз белгісіне болжам жасаған қалайсыздар. Сау болыңыздар.